Айтпасыма болмай тұр. Достар, Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдері мынандай челлендж жасап, әлеуметтік желіде бас көтеріп жатыр. Қазақ тілінде еркін сөйлеуді үйрендім. Теперь это не просто язык. Это часть моего сердца. Часть моего Казахстана. Қазақ халқының мейірімі мен кең пейіліне мен шексіз ризамын. Что значит быть немцем в Казахстане? Это значит быть частью великого народа. Шай ішіп, әңгімелесіп отырмыз. Барлығына сәлем, барлығына амандық. Қазақстандықтар бірлікте болайық. Бұл керемет емес пе? Қазақтың дәстүрін, салтын, мәдениетін, тіпті тілін құрметтеп, осындай әлеуметтік желіде біз тату-тәтті мемлекетте тұрамыз деп, бүкіл әлемге жар салып жатқаны менің көңілімді толқытты, жүрегімді жібітті. Біз қазақ дос боламын дегенге құшақ ашар туыспыз, дұшпан болам дегенге қиып түсер қылышпыз. Ал енді шаңыраққа қарап, бізге осындай ізет көрсетіп отырған өзге ұлт өкілдеріне қалай құрмет көрсетпейміз? Әлеуметтік желіде неше түрлі елдегі өзекті мәселелерді көтеріп жүрмін, бірақ та осындай жақсы жаңалықтарды да тілге тиек етуді жөн көрдім. Түрксіб ауданы бүгінде жылдан жылға көркейіп келе жатыр, алдағы уақытта да қарқынды дамиды деген үміттеміз. Ең бастысы 130 ұлт жиған біздің бір шаңырағымызда ауызбіршілік кетпей, мемлекетіміздің тұтастығы мен бірлігі сақталса екен. Ұлттың жаманы жоқ, тек қана бірлік пен берекеде болайық.